Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Мені қолдап, төмендегі подписация бөліміне өтіп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін бізде жаңа әңгіме. Жан-жағы тіршіліктің шәрбаты, таусылған жалаңаш ағаштар, қос аяқ, жолмен ақырын аяңдап келем. Қайда, не үшін, кім білсін, маңыздысы ол емес. Кейде ғана қытыр етіп табанымның астындағы құрақ, сары қызыл күзгі жапырақтарының паршасы шыққан даусы естіледі. Биыл тағдырымның көңіліме жара қалдырған ісіне міне 11 жылдан асса да, мен әлі де сол күндерге ойша көп сапар шегіп келем. Оның сыңғыр күлкісі, қысқа әдемі қоңырқай шашы, па шіркін, оның ыстық әм соңғы құшағы, ол сөйлегенде өзге әйелдер секілді шұбартпай, нығыз, аз әрі түсінікті сөйлейтін, өмірінен сыр аша бермейтін құпия һәм айқын жан еді. Бір кеште ол маған жасаураған көздерімен қарап, «Тимур, мына сұм жазмыштың қылғаны көп, соның үшін мен бүршік атпаған шиедей бөгдеге ашылуым не ғайбыл. Суықпын мен, суық, сыртым жылымық болғанмен ішім мұз, ал аз үнсіздіктен соң оны ерітер құдірет сенде де, менде де жоқ» деді. 2007 оқу жылының басы, мен жоғары оқу орнына түстім. Баспалдақпен жоғарылап жатып Сараны алғаш рет көрдім. Қысқа қоңырқай шаш, орта бойлы, ағылшын тілі мұғалімдерінше сәнді киінген. Менің қарап қалғанымды байқады ма жоқ па, оны анық білмеймін. Ол құшағында бір бума қағазбен шұғыл төмен түсіп кетті. Аптаның 3-ші күні шет тілінде ол кіріп келді. Аузым ашылып, «Sit down, please» дегенін құлағымның жанынан өткізіп, состиып қалыппын. Бір кезде барып есім кіріп отыра қалдым. Қыздар сыбыр-сыбыр шүйкілдесе кетті. Сабақтың ақырына шейін екі құлағым ду қызылға боялып, ұяттан кірерге тесік таппай мазам қашты. Аптадан апта, күннен соң күн уақыт зырғып жатты. Менің оған деген рұқсатсыз сезімім күннен күнге өршіп, ақыры аяғы күні бүгінге дейін толық жазыла қоймаған дертке айналғанды. Толстойдың мыңға татар бетке айналған дерті Анна Каренина болса, менің ауруым Сара болды. Мендегі ықыласты ол ертерек сезген, алайда мен оған тым қызық емес едім. 27 жасына дейін оның неге әлі де тұрмыс құрмағанын, басқалары секілді біреудің етегінен ұстап тағдырын сеніп тапсырмағанын ол кезде түсінуім екіталай. Бірақ осы күндері оның жан дүниесін тым жақсы түсінгендеймін. Алайда қырық сырлы әйел затын әзелден кәміл түсінген кісі жоқ шығар. Сенбі күні ауылға қайтуым керекпін. Аялдамаға келгенімде жүзінде ауыр зілі бар, майысқан садақша жалғыз отырған Сараның үстінен түстім. Аз кідіріп, жанына отырдым. Ол көзінің қиығымен бір қарап алды да, жым қалпынан айнымады. Арамыздағы ыңғайсыздық пердесі сәт санап салмақ басып жатты. Болмаған соң терең күрсініп, «Сәлеметсіз бе, апай?» деп қойып қалдым. «Сәлеметсіз. Иә, қайда жол тарттыңыз? Ауылға. Сіз ше? Қайда? Әлде қайдан келесіз?» Ол аз үнсіздіктен кейін нәзік алақандарын орындық жиектеріне тіреп көзін тебіс темірге тастап, «Шаттық аралына кеткім келеді» деді. Артынша бұзықтық қылған баладай даусы өзгеріп, «Қаперіңе алма, жақсы сәт сапар» деп қосып орнынан жылдам тұрып, көзден ғайып болды. Дүйсенбі күн ашық, алайда күзгі салқын самал аздап тоңдырады. Университетке барар жолда бұрынғы күнгі Сараның «Шаттық аралына кеткім келеді» деген сөзін көп ойладым. Неге шаттық, неге бақыт немесе арман қиял арал емес? Осы шат деген не өзі? Сабақ басталғанда апай маған басқаша көздермен бір қарады да, кейін пара аяқталғанша сұлу жүзін мен тарапқа бұрған емес. Бұл ісінде бір қымсыну яки ыңғайсыздықтың зайыр нышаны бар еді. Көзім әйнекке түсті. Біздің ауланың нақ ортасында діні қалың, көлеңкесі кең алып емен ағашы бар.
Ол ағаштың осылайынан көкке бойын тіктеп тұрғанына 200 жылдан асыпты. Жалпы емен ағашы 5 ғасырдай өмір сүреді екен. 15 буынның ауысқанына куә болатын бұл ағаш, әлемнің тез келген хәкімі жинай алмайтын даналықты бір бойына жиып, аузы буылған, еш ашылмаған, іші толы қазына, қапшық секілді мына фәнимен ләм-мим деместен қош айтыспақ. Осы керемет ағашқа қараған сайын тұла бойымды өзгеше толқыныс билейді. Етегіне жайғасып, бар сырымды ақтарып, енді бұл құпияны өзіңмен бірге көрге ала кет дегім келеді. Неге олай? Тоба, адам ағашқа сыр шағушы ма еді? Мүмкін ішімдегі әңгіменің салмағы тым ауыр болғандықтан, оны бір көтере осынау қасқайып тұрған алып емен көтерер деп ойлаған шығармын. Универ асханасында түстеніп отырғанымда жаныма қолында тамақ салынған подносымен орта бойлы аққұба шашы белінен келген қара көз қыз келіп, қасына отырсам рұқсат па деді, жартылай дауыспен. Келіскенімді білдіріп басымды изедім. Сен профессор Анаровтың саясаттану пәні бойынша лекциясында үнемі артыңғы қатарда шұқшиып кітап оқып отыратын бала емессің бе? Мен Аружанмын, параллель топта оқимын. Мен жауаптың орнына сорпамды жоюға кірістім. Ол шанышқымен 2 түйіліп макаронды іліп, қолын баяу қозғап, еріндеріне дейін тақап келіп, есіне бір нәрсе сап ете қалғандай, шанышқыны тарелкаға тастай салды да, сен осы демалыста боссың ба деп қойып қалды. Жалпы иә, менімен бірге тауға шықсаң. Жақсы. Аружан жүзіндегі айқын қуанышпен түскі асын жей бастады. Сорпаны әлде қашан тауысқан мен оның алдында ыңғайсыздық сезімі үшін орнымнан тұрып кете алмадым. Оның шиедей қызыл еріндерін мыжырайта макарондарды жоқ қылып жатқанын қозғалыссыз бақылап отырдым. Жексенбі, күн салқын, қалың қызыл күртешелерімізді киіп алған Аружан екеуміз Түрген тауындағы аю сарқырамасына көтеріліп келеміз. Ол алдымда жол басталып келеді. Тимур, саған осы табиғаттан не ұнайды? Бұлттар. Ол жалт бұрылып орнында аз кідіріп, бұлттар? Деп сұрады таңғалған пішінмен. Иә, бұлттар. Себебі олар алыс, әрі тылсым. Қызық екен, алмаған сарқырамалар ұнайды. Сол үшін де жексенбіде сені сүйреп осында алып келдім. Білесің бе, Тимур, сарқыраманың толассыз аққан суық суына қарап жаным ерекше байыз табады. Сол сәт ойым толықтай тыным тауып, өзгеше рақат сезімін сезем. Тіпті солайынан мүсін болып қатып қалуға бармын. Керемет. Аю сарқырамасында жылдың бұл мезгілінде адам аз болады. Бүгін бұл шыңға шыққан тек қана Аружан екеуміз екен. Тамаша көріністі тамашалап, мен тез-ақ жалықтым. Аружан болса өзі айтқандай қатқан мүсінше судың ернеуіне телміріп қарап біраз тұрды. Біраздан соң ішім пысқасын шақпақ тастың біріне жайғасып, айналама ерекше пішімдегі тастарды жинап ермек қылдым. Қызыл, көкшіл, сары, ұзын сопақша, менің жинағаным 2 уыс толарлықтай болған кезде Аружанның есіне жалғыз емес екендігі түсті. Ол қасыма кеп, тізерлеп отырып, әдемі тастар екен, иә. Тимур, ау, егер саған қанат бітіп, әлемнің қалаған бөлігіне ұшып кетуге мүмкіндік берілсе, қайда кетер едің? Білмеймін. Ал сен ше? Мен ешкім өмір сүрмейтін, адам аяғы баспаған аралға кеткім келеді. Бірақ жалғыз баруға қорқам, деді ол. Сосын жылы күлімдеп менен бір нәрсе күткендей үнсіз қалды. Егер менің қолым бос болса, сенімен кетуге таярмын, дедім мен маңызды кейіппен. Аружан ойыншық сыйлаған балаша қуанып секіріп кеп мені құшақтап алды. Айнала әппақ қар. Желтоқсанның суық күндерінің бірінде мен орталық кітапханадан кеш шығып аялдамаға көше жиегімен аяңдап келем. Кенет көзім таныс сұлбаға түсті. Сара шамасы 40-тағы еркекті қолтықтап қарсымнан келеді.
неге екені белгісіз асығыс бұрылысқа ене кеттім. Олар өткесін арттарынан аңдыдым. Біраз жүргесін олар лав отельге кірді. Ішімді қызғаныш билеп алды. Алайда неге? Менің бұл әйелде несім бар? Есік алдында ары-бері жүріп, ақыры қайттым. Соңғы автобустың уақыты өтіп кеткесін таксиге отырдым. Рөлде кім отырғанына мән бермедім. Көлік орнынан қозғалғанда барып, Аро қимастық жыры әнінің қосылып тұрғанын байқадым. Жүргізушіден даусын шығаруды өтіндім. Күйтабақ әлсін тербеп, ол сен-ақ отауға апарады, абыройыңды ақтарады. Бір өкінбей от жанары жақындауға оқталады. Сонда сенің маған деген ақ сезімің жоқ болады ма? Сен одан өтінесің, өкіресің, серуеніңе өкінесің. Ала боздап таң атқанда әйел болып жетілесің. Мендік жүрек не тілесін? Өзіңді өзің өлтіресің бе? Әлде оны кешіресің бе деп шырқап жатты. Тылп етіп әйнекке алдым мен бір, сосын 2-3 тамшылар түсе бастады. Қыста жауын, қызық деген ой жүгіріп өтті санамда. Достар, әңгіменің бірінші бөлімі аяқталды. Келесі бөлімді тыңдау үшін төмендегі подписация бөліміне өтіп, тіркелуді ұмытпаңыздар.